Қыз жібек киносын түсіргенде сценарий бойынша Төлеген мен Қыз жібек көлдің қасында кездесіп, бір-біріне сөз айтқанда, ар жағында көлде аққулар табысады. Бірақ аққуларды суға қондыра алмай естері шыққан еді. Үшінші күні осыны естіген Нұрғиса Тілендиев келіп домбырамен аққу күйін ойнайды. Аққулар суға қонып билейді. Кадр түсіріліп, көрген ел аң-таң болады. Таңғажайып оқиға. Күйдің құдіреті қандай? Киноны түсіріп жатқан режиссер Сұлтан Ахмет Қожықов пен сценарий авторы Ғабит Мүсірепов жүгіріп келіп, Нұрғиса, мына күйің керемет, сиқыр ғой деп қолын қысқанда, Нұрғиса, бұл менің әкемнің күйі, содан үйренгем депті. Аққуды махаббаттың символ деп айтады. Аққулар туралы талай қиссалар, поэмалар, өлеңдер мен аңыздар көп. Неге аққулар бірінсіз бірі өмір сүрмейді? Осы сұрақ мені талай ойландырды. Оның құпиясы мынада. Аққулар сыңарынсыз алысқа ұша алмайды. Сол себептен сыңарынан айырылса, өздерін тастап өлтіреді. Оның жұмбағы мынада. Аққулардың қанаттарының ұшы біреуі ұзын, біреуі қысқа болып жалғасады. Сыңарынікі де сондай болады. Сонда қанаттарының ұштарын бір-біріне кигізіп, жұп болады да, қандай қашықтық болса да, бір-бірін демеп ұша береді. Адам аққуға оқ атпаған. Киелі құстың қарғысы жаман болады. Аққу қанша адал құс деп айтсақ та, бірақ ол жыртқыш құс. Балық аулайды, айналасындағы құстарды не құс ұяларын көрсе талқандайды. Өкінішті, бірақ шындық. Аққудың ең қатерлі жауларының бірі ол лашын құс. Лашын аққуларды шабуылдап, аққулар ашына бастаған кезде лашын аққудың қанатының астына жасырынады. Сонда аққулар көздері бұлдырлап, бір-бірін шоқып өлтіреді. Лашынның айласы оның тамағы. Бауыржан Ешмағамбетов, Қазақ білуі тиіс кітабынан.